Кайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде Аманжол университетінің подкаст шығарылымы. Бізде бүгін қонақта Аманат партиясының орталық аппаратты ұйымдастыру және аумақтық жұмыс департаменті директорының орынбасары Қалтаев Жандос Төлембекұлы. Жандос Төлембекұлы, қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жалпы етіп мынау сұхбатымызға келісіп уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс айтамыз. Ең алдымен мынау біздің университет базасында жүргізіліп жатқан оқу барысы туралы айтсаңыз, түрлі депутаттармен, сондай-ақ аумақтық және аудандық әкімдіктерді жинап, шеберлік сағаттарын өткізіп жатырсыз. Соның негізгі түпкі мақсатына тоқталып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Өзіңіз білетіндей, Аманат партиясының жанында саяси менеджмент академиясы бар. Көп жылдан бері еңбек етеді. Осы бағдарламаның өзін өткен аптада ғана партия төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов салтанатты ашып берген болатын. Сол жердегі көптеген Қазақстанның үздік университетіндегі профессорларымыз, ғалымдарымыз арнайы жасақтаған бағдарлама деп толыққанды айтуға болады. Оның 6 бағыты бар. Бұл жерде қаржылық сауаттылық дегенде де нақты іс тәжірибеге негізделген ұтымды тұстан біз өзіміздің партияның сайлауалды бағдарламасын, яғни қарапайым тілмен айтқанда уәделерімізді қалай орындаймыз. Өйткені көп бір даулы бір мәселелер туындайды. Қандай? Мысалы, көп адам сұрақ қояды. Осы Аманат қолмен еш нәрсе жасамайды ғой деп. Жол салмайды, жарықты өткізбейді. Былай қарасам, мектепте де, аурухананы да атқарушы органдар салады. Бірақ ол нәрселерге бөлінген қаржы қайдан бөлінеді? Мәжілістен немесе маслихаттан. Яғни көпшілік дауыспен маслихат депутаттарының немесе мәжіліс депутаттарының дауысымен бекітілетін бюджет. Ол біріншіден. Екінші, қарапайым бір мысалды айтсақ, белгілі бір нысан салыну керек. Ол нысанға қаржы бөлінді, мердігер бекітілді, ал енді оның сапалы жұмыс жүргізілуін кім қадағалайды? Қарапайым күн сайын барып есіне түсіріп, одан кейін оның құрылыс материалдары күннің астында, жаңбырдың, қардың астында сапасыз күйге айналып жатса, оны тексеретін кім? Оның барлығына мемлекеттік органнан мүлдем үлгермейді. Ол мүмкін де емес. Осы орайда қоғамдық негізде істеп жүрген біздің депутаттарымыздың рөлі аса маңызды деп толыққанды айтуға болады. Жалпы Қазақстанның басым көпшілік депутат 70%-ға жуығы Аманат партиясының мүшелері. Сол себепті бұл жерде даудың қажеті жоқ. Әрине, дауласатын мәселе емес, бірлесіп, қоян қолтық, кейде атқарушы органдардың кемшілік тұстарын анықтап, біздің халқымыздың, азаматтарымыздың талап тілектерін уақытылы, сапалы орындалуын жеткізіп отыратын алтын көпір деп толыққанды айтуға болады. Сол себепті бір жағынан сол қаржылық сауат тақырыбы осы орайда қолдануға болатын шығар. Сіз айтып кеткен шеберлік сағатына байланысты тоқталатын болсақ, кейде депутаттардың өздері шеберлік сағатын беруге дайын азаматтар. Өйткені өмірлік тәжірибесі мол, үлкен мекемелерді басқаратын, көптеген түрлі салада өмірлік тәжірибесі бар адамдар. Сол себепті шеберлік сағатынан бөлек бұл жерде бір-бірімізге бір кеңесу, не деп айтады, анау бағыттарымызды дұрыстау, ой пікірімізді нақтылау деген сияқты кейбір басымдық беретін нәрселерге екпін беру деген сияқты форматқа көбірек келетін шығар бұл оқыту. Бірақ жоғары айтқанда ең мықты халықаралық тәжірибені көрсете білдік. Қазақстанның үздік тәжірибелерінің ұтымды тұстарын көрсете білдік. Осының барлығын жинақтап, мысалы, түрлі әлеуметтік топтармен кездескен кезде, мынау сөйлеу барысында, кездесу барысында қандай қиындықтар туындайды? Осылардан қалай ұтымды шығып кетуге болады? Сөйлеу шеберлігін, жалпы жүректен шыққан жүрекке жетеді деп бекер айтпайды. Осы нәрсеге мән береді. Әлеуметтік желіге дұрыс нәрсе шығарып, оны дұрыс нәрсе көрсетіп деген сияқты. Ешкімге құпия емес, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы жариялаған тамыз айындағы сайлауымыз бар, құрылтай, алғаш рет. Оның өзі қалай өтеді, қандай форматта өтеді, осының өзін талқылап, ақылдасып, тікелей өзім берген дәрістің төңірегі осы тақырып аясында жүрді. Саяси партиялардың, оның ішінде біздің партияның ұтымды тұстары неде?
біз талап тілектерді қалай жинақтауымыз керек, сайлау алды уәделерімізді қалай орындауымыз керек. Ол сайлау алды бағдарлама тікелей азаматтардың өтініштерінің негізінде мұң мұқтажын жинақтау, әрбір депутаттарымыздың кездесу барысында пайда болатын ұсыныстардан тұратынын түсіндіруіміз керек. Және де шешілмейтін түйін жоқ қой. Керде сабыр сақтап, болашақ жылдар аясында атқарылама немесе осы жақын маңда атқарылама. Және де енді бір меже аяқталды деп айтуға болады. Бұл жерде партияның негізгі жетістіктері, партиялық жобалардың жетістіктері туралы айтамыз. Біздің депутаттардың сауалдары аясында, депутаттық сауалдар аясында қандай мәселе туындаған. Және де бұл жалпы депутаттың міндеті. Әрбір 3 ай сайын өз сайлаушылармен, халқымен кездесу. Осы кездесуде де мардымды өткізіп, енді барлығы бірдей деп айтпаймыз, және де көпке топырақты шашпаймыз. Бірақ көп депутаттың ішінде аз ғана болса да дұрыс атқармайтындарымыз да бар. Мысалы, былтырдың өзінде 41 депутаттың жауапкершілігін қарадық. Кейбіреулерін тіпті мандатында алып қойдық. Яғни тәртіп бар жерде талап та болады, талап бар жерде еңбек те нәтиже де болады. Бұл да бекер емес. Осы сияқты бірнеше бағытта уақытты оқыту өтті. Бұл жерде ерекше атап өтетін меніңше қатысушылар. Жалпы бірнеше облыста, бүкіл Қазақстанда өтеді. Қазіргі таңда Алматы қаласында, Қарағанды, мынау қасымыздағы Абай облысы, осы Шығыс Қазақстанда басталғалы отыр. Процесс жүріп жатыр. Өзіміз де бірнеше өңірге бардық. Көп өңірдің әріптестерімен кездестік. Бірақ шығыстың азаматтары бір ерекше белсенділігі көзге түседі. Сосын біз айтқан оқуды тек қана бір теориялық материал емес, академиялық бір ғылыми зерттеу емес, нақты тәжірибеге сүйенген кейстер, мысалдармен түсіндірдік. Интерактивті форматта. Көп сұрақ қойып, өзім лекцияға қарағанда осында қарапайым сұхбатты жақсы көрем. Сол себепті осы ұтымды нәрселерді айтып жатқанда өздеріне бір сауал қойған кезде, өзіміз ойламаған бір ұтымды жауап естігенде шын мәнінде қуанып қаласың. Немесе көп аудиториядан естімей қалған жауапты бірден естіген кезде таңғалып қалатын да жағдайлар болады. Осы орайда мен ойлаймын, шығыстың әсіресе депутаттардың арасында белсенділер, ауыл әкімдерінің жанашырлығы, өзінің қызметіне деген жауапкершілігі айқын көрініс тапты деп айтуға болады. Және де кез келген партияға толыққанды айтуға болады. Біздің патриоттар сияқты Аманат партиясына жанын берген 20-30 жылдан астам, 25-20 жылдан астам мүшелікте жүрген толыққанды партияға идеямен, жүрегімен сеніп жүрген азаматтарды көрген кезде шабыт аласың. Осындай азаматтарымыз көп болсын деп тілегім келеді, және олардың бізге деген ұсыныстары мүлдем бітпейді деп айтуға болады. Жалпы кездейсоқ емес шығар, осы Сәрсен Аманжолов университетте кездескеніміз, өйткені осы жердің түлектерімен таныстық, көптеген лауазымдарда, салаларда, тіпті Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек етіп жүрген азаматтар жалпы материал техникалық базаны аз жылдың ішінде 4000 студенттен 11000 студенттерге ұласқаны, 22 үйірме істеп жатқаны, соның ішінде халықаралық дәрежедегі көрсетіп жатқан нәтижелеріңіз, спорт саласы болсын, өнер саласы болсын, нәзік болып тұрған қыздарымыздың өзі каратэден кеше көрдік, чемпиондарымызбен кездесіп үлгердік. Жалпы өзім көп жыл жастармен жұмыс жасадым, өзім студенттік кезден қоғамдық саяси ортаға араластым деп айтуға болады. Студенттік декан, студенттік проректор, қоғамдық жастар қоғамдық ұйымдарының белсендісі, мүшесі, басшысы болдым. Сол жерде жұмыс істеп жүрген кезде түйгенімді бөлісуге тырыстым. Жалпы кез келген адамның ғұмыры қарапайым осындай жастық шақта бізге байқалмаса да сол жерде үлкен ғұмыры анықталады екен. Сол жердегі жасаған қадамдар баспалдақ ретінде үлкен өмірдегі таңдайтын бағытың айқын көрінеді екен. Артқа үңіліп қарасақ, сол жас кезімізде
бастаған бастамаларымыз, қалыптасқан құндылықтарымыз, жүрегімізде тұрған дүниелеріміз көп жылдардан кейін осы іске асып жатса қуанады екенсің. Және де тілеген тілегім, сол жастарға айтарым, сол кезде де айттым, ешқашан өзінің жоспарынан айнымасын, армандарынан қайтпасын, және де белсенді болсын деп. Себебі неғұрлым белсенді болса, сол ғұрлым көп уақыттан кейін еске алатын естеліктер де көп болады. Жалпы адамның жиған тергені қалмаса да оның керемет естеліктер қалады ғой. Және де сол кездегі бастаған нәрсесі кейінірек үлкен тәжірибеге алмасады. Иә, ұласып жатады. Және де осы тәжірибені қазірден бастап жатсыздар. Жалпы деп сөйлескен кезде өте бір шабыт алып, энергия алып, осындай Шығыста университет бар екен білмеппін шыны керек. Қуанып отырмын. Дәл осындай подкаст студияны алғашқы сұхбат деп айтуға болады. Дебют деге. Дебют деп айтайық, иә. Керемет. Шынымен де енді бұл Аманжолов университеті Шығыс Қазақстан бойынша ең алғашқы орында тұрған үлкен қара шаңырақ деуге болады. Бұл қара шаңырақтан атақты ғалымдар да шығып жатыр, ақын жазушыларымыз да осы университет қабырғасынан шықты. Сондықтан бұл университет мақтанышпен айта аламыз. Енді жаңа өзіңіз жақсы атап өттіңіз сөзіңізде, депутат бұл халықтың мұң мұқтажын тілегін билікке жеткізетін алтын көпір. Енді осы орайда өткен жолы осы университеттің ректоры, басқарма төрағасы Мұхтар Әділбекұлымен бірге жастармен кездестіңіз. Мынау жастардың депутаттыққа немесе мынау мемлекеттік қызметке, мандатқа ұмтылуы қазір қаншалықты? Көңіл толтырарлықтай бір жақсы деп айтуға бола ма? Біріншіден, нақты жастармен көп жыл болды, қол үзіп қалдым. Бірақ бұрын 10 жылдан астам, 15 жылға жуық жастармен етене айналысқанда бір мәселен зерттеу өткіздік. Сол жерде екі мәселе анықталды. Өкінішке қарай қазірде сол зерттеудің нәтижесі әлі де өзекті деп айтуға болады. Біраз жастарымыздың арасында жастарымыздың мақсаты жоқ. Ондайлар да болып жатады. Мақсаты бар адамдардың мақсаты айқын емес, немесе қате түсінген. Мысал айтатын болсақ, мақсаты бір кресло, яғни лауазым немесе мандат, депутаттық мандат. Бірақ олармен сөйлесе келе, оларға мынандай нәрсені түсіндіреді. Егер сен жақсы нәрсе істейтін болсаң, сол лауазымға бару арқылы, сол мандатты алу арқылы, сен сол жақсы нәрселеріңді еселеуге мүмкіндік аласың. Яғни солай түсіндірген кезде көздері ашылып, кеңдеу қабылдай бастайды. Сол лауазымның маңыздылығын мен жауапкершілігін түсіне бастайды. Осы орайда мен ойымша жалпы қызығушылық бұл нәрсеге біршама төмендеген. Себебі біздің кезімізде 2013 жылы бітірсем, университет ол кезде жалпы еріктілік қозғалысы өте белсенді болады. Ол кездегі жастар қарапайым тілмен айтқанда азынан кешке дейін қоғамдық жұмыспен айналысуға дайын болатын. Бір жағынан жақсы шығар, қазір жастар уақытын бағалайды. Тек қана өзіне керек нәрсесіне ғана қатысып, өзіне таңдаған бір нақты бағытты алады, сонымен ғана жүреді. Ал осы орайда мемлекеттік органдардың біз жауапты аға ұрпақ мүмкін оларға бағыт беруіміз керек екен. Мысалы, көбірек жастарды тартатын мүмкіндіктер дайындауымыз керек. Қандай? Мысалы, бізде кезінде жастар маслихаты немесе жастар парламенті деген сияқты қоғамдық ұйымдар болды. Мүмкіндік деп осыны толыққанды айтуға болады. Америка құрама штаттарында болған кезімде Европаның Эстония, Швеция, Финляндия мемлекеттерінде болғанда көргенім, жалпы жастарға осындай мүмкіндіктерді беру, яғни қоғамдық саяси институттарды құруымыз керек. Сол институттардан баспалдақ ретінде өткен жастар өзінің бір жағынан сауаттылығын арттырады, екінші жағынан қызығушылығы да пайда болады. Қашанда жастар қоғамның қозғаушы күші. Сол себепті оларға біз дұрыс бағыт бере білсек, және олардың біліктілігін, білімін конструктивті арнаға бұра білсек, ол не?
жоғары айтқан институт. Ол сол қоғамдық институттардан, қоғамдық ұйымдардан депутат дегеніміз кім? Оның міндеттері қандай? Депутат сауал қалай жазылады? Депутаттық міндеттер неден құралады? Халықтың алдындағы уәделерді қалай орындаймыз деген тетіктердің барлығын қарасаңыз, қазір мажоритарлы жүйе бойынша тек қана маслихаттар сайланады. Ал пропорционалды жүйеден мәжіліске, яғни құрылтайға сайланатын болады. Осы жүйені білу үшін олар саяси партияның жұмыстарынан хабардар болу керек. Ол үшін жастар қанатын, яғни партия жастар қанатын зерттеу керек. Олардың қандай керемет партиялық жобалары бар. Соларға қатысу арқылы өзіне қажетті бағытын айқындалады. Яғни көптеген мүмкіндіктер бар, бірақ біз оны өзім жауапкершілігіме алғым келеді. Партияның қызметкерлері деп айтайық, дұрыс осы мүмкіндіктерді таратып жеткізуіміз керек. Егер осыларды жеткізсек, былай айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, мына шығыс даналығының бірі, біз жастарға дайын балыққа қарағанда қармақ беруіміз керек деп бекер айтпаймыз ғой. Сол кезде олар сол қармақпен қай жерден балық аулаймыз, қандай әдіспен, қандай нәрсеге аулауымыз керек екенін өздері анықтап, ары қарай өмірдегі өмір жолын тауып кетеді деп ойлаймын. Ол қоғамдық саяси қызығушылық барлығында бола бермейді ғой. Ол белгілі бір пайыздағы мөлшердегі азаматтарда болады. Ал бірақ олардың өзін сапалы, мазмұнды ұйымдастыру үшін, мына сіздердің де қара шаңырақтарыңыздың университеттеріңізде жүріп жатқан, мысалы, пікірсайыс, дебат үйірмелерінде де іске асыруға болады. Ол әрине тек қоғамдық саяси салада емес, кез келген, дәл сол өзіңіз тәмамдаған журналистика факультетіне де қажет. Мынау заңгер болам деген азаматтарға, жалпы халықпен жұмыс істейтін кез келген мамандыққа, мен ойлаймын, міндетті түрде осы мектептен өту керек. Адам өзінің ойын жеткізе білген кезде ғана оның жұмысы да сәтті жүреді, өзгемен де дұрыс тіл табыса алады. Жалпы бұл мәдениетті бір-бірімізге дұрыс ойда болу, дұрыс ойды бір-бірімізге жеткізу кейде қоғамымызда жетпей жататын сияқты. Енді бір нәрсеге жауап берем деп, біраз нәрсе айтып тастаған сияқтымын. Иә, кең көлемде өте жақсы сұхбат өрбіп жатыр деп ойлаймын. Жандос Төлеубекұлы, біздің көп көрерменіміз жастар. Жастар үшін барынша пайдалы ақпаратпен бөліскіміз келеді ғой. Жаңа өзіңіз айтып жатырсыз, шынымен де қоғамдық институттар жаңа жас ұрпақтың келешек болашақтағы қызметін атқаруына жол бағдар сілтеп отырады. Соның бірі міне университет. Біздің университеттің де жастары өте белсенді. Әсіресе мына қоғамдық жұмыстарда, өзіміз білетін мынау референдум кезінде біздің жастар қанаты, жастар рухының бастамасымен, солардың қол астында үлкен жұмыстарды атқарып жатыр. Енді қоғамдық істерге белсенді қатысып жатыр. Енді бір пайдалы ақпарат болсын, депутат дегенде енді біздің жастарымыз ойлауы мүмкін, ой, ол бір ағаң болу керек, немесе бір сені жетелейтін адам болу керек деп. Қалай сол бір баспалдақтарды түсіндіріп айтып берсеңіз, бір қарапайым тілмен біздің студенттеріміз үшін де пайдалы болсын. Енді мысалы мемлекеттік істерге белсенді қатысып жүру керек деп айттыңыз, иә? Одан кейін ең алдымен бұлар жастар қанатына тіркелу керек пе? Жоқ әлде міне алдымызда құрылтай келе жатыр. Құрылтайдың өзі жаңа есімдердің шығуы, иә, былай қарап тұрсақ жастарға мүмкіндік беру. Сол туралы нақтылап бір айтып жіберсеңіз, біздің балалардың қандай баспалдақпен жүргені дұрыс? Керемет сұрақ деп ойлаймын. Және де көп адамның көкейінде, ойында жүрген нәрсе. Жалпы өзім 5 баланың әкесі ретінде осы нәрсені кейде уайымдаймын. Бала шағама да айтам, үлкен 2 ұлыма, біреу Назарбаев зияткерлік мектебінде 8-ші сыныпта, оған да осы нәрсені үгіттеуге тырысам. Өзім кезінде мына пікірсайыспен айналысқанда, шешендік шеберлікпен айналысқан кезде ойлайтын, енді сол нәрсемен ұлым да айналысса деп ұсыныс айтам. Дәл сол нәрсені меніңше барлық қазіргі студенттерге, өскелең ұрпаққа қажетті құрал. Оның бір кемшілігі бар. Біз деп айтайыншы, бірінші кемшілікті өзімізден көреміз ғой. Мен сізге сөз бермегендей, басқа жағдайларда да көп адамға сөз бермей жатамыз. Бірақ оны түсінген адам оны өзгертуге тырысады. Яғни осы нәрсеге де бой алдырмауымыз керек шығар. Екінші нәрсе, өзгені тыңдай білу керек.
айта білгенге дейін бірінші тыңдай білу керек. Кез келген қойылған сұрақтың астарында не тұр, соған үңілуіміз керек шығар, соны білуіміз керек. Бұл нәрсе бірден шықпайды ғой, бірден түсінбейсің ғой, бұның барлығы тәжірибеден келеді. Енді подкастқа алғаш қатысқанымен көптеген сұхбат беріп үйреніп қалдық деп айтуға болады. Көріп жүрміз, естіп жүрміз, жалпы жастардың арасында жұмыс істегенде бүйрегіміз біріп тұрады деп айтуға болатын шығар. Және де ұлдардың бойынан көрген нәрсемді айтқан кезінде осы нәрсемен айналсаңдар, кітап оқысаңдар, сол кезде өздеріңді бармаған жерді барып келгендей болып, көрмеген нәрсені көріп келгендей болып. Не үшін адамға саяхатты кеңес береді? Адамның бірнеше өмір сүргендей мүмкіндік алатынын көреді сол арқылы. Неге? Өйткені адамның бірнеше сезу жолдары болатын болса, көзбен көру, құлақпен есту, иісін сезу, дәмін көру деген сияқты болатын болса, соның барлығын біз қай жерден көреміз? Әрине саяхаттауда. Саяхаттап жүрген кезде біз жаңа әлемді көреміз. Біз әлемді өзге адамдардың, өзге этностардың, халықтың көзімен көреміз. Сол жердегі керемет нәрселерді өзімізге енгізсек деп ойлаймыз. Және екінші жағынан қазіргі шетелде барып келген, жұмыс істеп келген достарымыздан еститініміз, мына еліміздің ашық аспанымыздың, бейбіт еліміздің құндылығын бағалай бастайды екенбіз. Шетелде жүрген студенттер осыны көп айтады. Шетелді көрмеген адам қолда бар алтынның кейбір кезде қадірін білмей қаламыз. Осыны кеңес бергім келеді. Сосын жалпы үйренген кезде бірден өзінің бағытын табу өте қиын. Өмірде осындай бір афоризм бар. Үш кітапты оқысаң, барлығын түсінуге болады екен. Бірақ енді сол 3 кітапты табу үшін 1000 кітапты оқу керек екен. Сол сияқты өз орныңды, бағытыңды, бір жолыңды табу үшін барлық қызықты бір 22 үйірме бар болса, сіздерде сол 22-сіне де қатысып көру керек шығар. Сол кезде ғана жас азамат өзінің қызығушылығынан бөлек бойындағы дағдыларын анықтайды. Кейбір нәрсе адамдарда өзінде байқамай жатқан қырлары ашылады. Сол жерге барған кезде ғана ашылуы мүмкін. Біз ойламаған, өзі білмей тұрған, ол сурет болсын, ол ән өнері болсын, ол шешендік шеберлік болсын, тағысын тағы актерлік шеберлік болуы мүмкін. Сол сияқты кез келген үйірмеге барып, өзін басқа қырынан ашу мәселесі. Бірақ бұл жерде меніңше қазіргі жастардың бет бұратын негізгі бағыттар президентіміз айтып кеткен сияқты. Бұл әрине жасанды интеллект мәселесі, себебі әлемнің барлығы сол жаққа бұрып жатқан жағдай бар. Бұл жерде осы нәрселерді меңгеріп үлгерсе, олар көш басында болады. Көш басында болу деген сөз ол тек қана елімізде емес қой. Сіздердің айтқан студенттеріңіз ол тек қана мына шығыстың немесе осы Сәрсен Аманжолов университеттің жетістігі емес қой. Олар туымызды шетелде желбіретіп жүр. Яғни елімізді алға жетелеуге мүмкіндік беріп жатыр. Дәл солай білім саласында да бір жағы осы жасанды интеллект болса, екінші жағы жалпы ғылыми зерттеулермен көбірек айналысуымыз керек. Менің кезінде, осы студенттік кезімде көп айтатын ұсынысым бар еді. Мысалы, сіздерде көптеген факультет бар. Мысалы, бір шарт түрде алайық, ол мына транспорт саласы. Мысалы, сіздерде осы салада мамандар дайындалатын болса, неге оларға мынандай тапсырма бермеске? Онсыз да дипломдық жұмыс жазып жүр, курстық жұмыс жазып жүр. Осы жұмысты нақ осы Өскеменнің жол сапасына, қоғамдық көлік жүру жүйелеріне байланыстырып жазбасқа. Бұдан не ұтамыз? Бұдан бізде университетті бітіргенше дайын маман қалыптасады. Бір жағынан. Екінші жағынан, мына нақты қоғамда бұл шартты пәлен ғасырдағы бір мәселені зерттемей, нақты бүгінгі күнделікті кезігетін мәселемізге шешу жолдарды табамыз. Жүрде тек зерттеу жазған кезде, курстық дипломдық жұмысын жазған кезде тек Өскеменнің
тәжірибесімен шектелмейді ғой. Ол Қазақстанның тәжірибесін зерттейді. Ол халықаралық тәжірибенің негізінде қарайды. Сол кезде ол жалпы ол салаға маман болмаса да кез келген өзі кезігетін мәселенің түрлі қырынан көре біледі. Осындай дағдыға ие болады. Яғни ғылыми тұрғыдан қарай білген адамның жалпы көзқарасы кең болады. Кез келген мәселе ол үшін тығырық болып көрінбейді. Ол оның бірден шешу жолын көре бастайды. Не ойлаймын, жалпы кез келген адам, ол әрине оңай емес. Бекер айтылмайды, ғылыммен айналысу, білімді іздену, инемен құдық қазғандай. Расында солай. Бірақ инемен үлкен құдықтар көп қазыла берсін осы университетте. Және жастарымыз ғылыммен айналысып жатса, қазір оған үлкен көңіл бөлініп жатыр. Мына қателеспесем 22 университеттің филиалы ашылды Қазақстанымыз бойынша. Шетелдік озық ең дамыған университеттер ашуға мұрындық болған Саясат Нұрбек мырзамыз керемет жетістік көрсетіп жатыр президентіміз тапсырмасы аясында. Енді сол университеттерге барып, сол профессорлерден жол сұрап, дұрыс бағыт айқындаса, осындай ғылыми зерттеу арқылы біріншіден басында не айттық, өзіне бағыт айқындауға мүмкіндік алатын болса, екінші жағынан кез келген заманның талабы ағымы қандай жастарға анық айтуымыз керек қой. Бұрын бір жер мекемеге қызметке кіріп 40 жыл сол жерде шығып зейнеткерлікке шығып жатқан адамдарымыз бар болса, қазір бір жерде бір жылдан астам істемей жиі ауысып жүретін азаматтарымыз бар. Бұны жаман нәрсе деуге болмайды, заман ағымы шығар. Бірақ кез келген ортаға барған кезде, кез келген салаға барған кезде өзін жоғалтпай, тез бейімделіп, ол жердің де өніп өркендеуіне мүмкіндік жасайтын жастарымыз көп болса, оның несі жаман? Мен ойлаймын, осы ғылыммен жастайынан айналысқан адамдар кез келген жерде өзінің орнын табатын шығар. Жасанды интеллект дамып жатқан заманда цифрлық технология жастарымыздың барлығы енді гаджет пен интернетке сүйеніп отырған кезде көз майын тамызып кітап оқитын жастарымыздың саны да қазір дегенмен артып келе жатыр, бұрынғымен салыстырған кезде. Осы орайда жаңа өзіңіз атап өттіңіз, маңызды 3 кітап деп. Сіз үшін бір ой жинақтаған, жастарға кеңес беруге болады деген кітап қандай кітап? Біріншіден өте дұрыс айттыңыз, президентіміздің бастамасы бойынша жалпы Қазақстанда кітап күні белгіленді. Бұл өте дұрыс бастама деп ойлаймын, дұрыс үрдіс. Және де бұл нәрсе негізі әлемде бұрыннан келе жатқан бастама. Осы орайда көп мемлекеттерде ұсынылады. Бір жылы белгілі бір тізімдегі кітапты белгілеп, соларды ғана бекітіп, бүкіл қоғам болып соларды оқуымыз керек деген сияқты. Екіншісі айтайын дегенім, бізде қазір оқитын ұлт деген жоба іске асыруда. Партияның мұрындық болуымен читающая нация немесе оқитын ұлт деген жоба атқаруда. 3 қаланың өзінде 189 мыңға жуық адам кітап оқып жатыр. Бұл жерде қандай топтар? Оқушылардың арасында. Оқитын оқушы, оқитын студент, оқитын мемлекеттік қызметші. Тағы бірнеше бағыт, қателеспесем, осының аясында халықаралық әдебиетті, Қазақстанның классикалық әдебиет, non-fiction дейміз, ғылыми жаңа бағыттардағы. Жалпы адамдарға кітап деген кезде көбісі білгісі келетіні, және өзіне мысал келтіргісі келетін көп сұрақ қойып жатады. Қандай кітап оқисыз, қандай кітап оқыған дұрыс деп. Мен ойлаймын, әр кітаптың өзіне, уақытына, жағдайына, өзінің қажеттілігіне байланысты кітаптар болу керек. Және де кітап сенің белгілі деңгейіндегі жасындағы бір қажеттілігіне жауап беретін шығар. Сол себепті дәл қазір немесе 10 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, 1 жылдан кейін маған қандай дағды керек? Мен не туралы білуім керек? Ол қазақтың дәстүрі ма, онда қазақтың авторларын оқуымыз керек. Әрине ол абайды оқымай, Мұхтар Әуезовтің еңбектерін оқымай оны түсінбейсің. Ол туралы үңілмейсің. Қазіргі авторлардың өзінде мысалы
даяқ ащы деген кітап бар, оқығаныңыз бар болса. Иә. Қарапайым қазақтың ұмытылған дәстүрлерін не үңілем десең сол жерден көруге болады. Жоқ, біз дамыған қазіргі мына заманның не деп айтамыз, қиындықтарына төзе білген Ноэль Харари, қателеспесем, иә, әртүрлі мынау черный лебедь деп айтып жатамыз ғой, иә, күтпеген жағдайларға қалай дайын болуымыз керек, антихрупкость деп айтамыз, яғни осы болып жатқан қиындықтарға қалай төтеп береміз. Егер сіздің мамандығыңыз соған байланысты болатын болса, біз осыны оқып білуіміз керек. Яғни өзіне қатысты. Әрине жастар, студенттер көбірек көргендіктен ол тұлғалық даму туралы кітаптар. Ол Стивен Ковидің 7 негізгі қырларының дамуына байланысты кітаптар болу керек. Дейл Карнегидің негізгі кітаптары болу керек. Яғни бұл жерде жоғары айтқандай өзінің қажеттілігіне байланысты. Егер адам өзіне нақты диагностика жасай білсе, өзінің кемшіліктерін көре білсе, өзінің сұрақтарына дұрыс жауап бере білмесе, ол ұстазға бару керек. Өзінің мұғалімдерінен, тіпті өзінің аға буынынан сұрайтын болса, оған айтады, кеңес береді. Мына нәрсеңді дамытқың келсе, жалпы саналы адамның белгісі ол өзіңнің бойыңдағы кемшілігіңді біліп, онымен жұмыс істеу. Бекер айтпайды ғой, өзіңе қойылған анықтаған кемшілігің ол емделгеннің жарты жолы. Соны анықтау арқылы сен жартысынан оны түсінігің қалыптасқаннан кейін қай жерде болсын оны дамытуға тырысып жүресің. Әрине бұл үлкен табандылықтың, қайраттың, бір табандылықтың, талап ететін ерік жігердің арқасы. Бұл жерде еңбектену керек, жұмыс істеу керек. Әсіресе мін тағу оңай ғой. Басқалардан, өзгелерден кемшілік іздеу оңай. Және де мынандай бір керемет сөз бар. Кейбір адамдар ойлайды, біреудің жетістігі ол бір сәтті аяқталған бір жағдай деп. Ал сәттілік дегеніміз не? Сәттілік қалай пайда болады? Және сәттілік кімдерді жақсы көреді деген сұраққа дайын болған адамдарды сәттілік жақсы көреді деп айтқым келеді. Дайын болу үшін үнемі ізденісте болу керек. Ең керемет дағды осы болашақ заманда қазіргі ұрпақтың алдында тұрған нәрсе не деп сұраған кезде, мен тіпті сол жасанды интеллекті, ғылымда, басқа да деп айтпайтын мен айтатын едім бірақ нәрсе, үздіксіз даму. Тоқтамай өз-өзімен жұмыс істеп, дамытып, оқып, дайын болып жүрсең, сол кезде сәттілік серігің болады. Алдынан шығып жатады. Тамаша, керемет атап өттіңіз. Мынау сәл бір бейресми тұрғыда бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жаңа өзіңіз айтып, саяхат адамның таным көкжиегін арттырады. Осы орайда Шығыс Қазақстанға нешінші рет келуіңіз және біздің табиғат сізді таңғалдырып үлгерді ме? Шығып мынау шет жағына, әсем табиғатына барып үлгердіңіз бе? Өкінішке қарай көп табиғатты көруге мүмкіндік алған жоқпын. Негізі 2015 жылға алғаш келген болатын. Ол кезде бір күнге келдім, қазірдің өзінде 3 күнге келіп отырмын. Оның өзі тек қана қызмет, жұмыс аясында, жоғары айтқандай оқу. Енді табиғаты керемет жердің адамдары да керемет қой. Керемет адамдармен танысып жатырмын. Оқу барысында көптеген өз ісінің қас шеберлерімен көрістік, жолықтық, таныстық деуге болады. Болашақта жалпы бұл жерге арнайы келу керек деп түйдім ойымда. Өйткені өте көп жарнама естідім деп айтуға болады. Әрбір азаматы көрініп тұр, нағыз өз жерінің патриоты, өз жерінің жанашыры. Қалай айтады, Рахман Қайнары туралы мысалы осы жерде тұратын өзім досым бар. Ол да ауыз толтырып айтқан кезде, осы адамдар қызық дейді. Бір күнге барып келіп, көрдім, суретке түсіп, ол жай камераға түскен суреттен алмайсың ғой дейді. Сол жерде кемінде 4-5 күн болуың керек. Сол жердегі ауаны, суды бойыңнан өткізіп, энергиясын сезінуің керек дейді. Толыққанды келсем. Жүгіріп жүріп өткеннен ондай әсер алмайсың. Қазақтың әрбір жері қасиетті. Толыққанды айтуға болады.
бекер емес қой. Шығыс Қазақстанның жері оның ішіндегі бір ерекше атап өтетін жер. Өзім де ол қателікке алдырған шығармын кезінде. Өзім оңтүстік Қазақстанның тумасы болғандықтан оңтүстікке жететін жер жоқ қой деп ойлайтынмын. Сосын көптеген жерге солтүстікті аралаған кезде Бурабай бар, Павлодар бар, Жетібай, Алматы облысының кереметтерін көрген кезде, Айқай құмы бар, Көл сайы бар деген сияқты көп жерді көрген кезде, дәл қазір мына шығыстың кереметтерін көріп, шығыстың бір қайталанбас табиғатын естіп, өзіме түйгенім сол нәрсе болды. Жалпы Маңғыстаудың батыстың мысалы Бозжырасын көрген кезде өз көзімен көп жерде болдым. Өкінішке қарай әлі шығыстың табиғатын көріп үлгерген жоқпын, бірақ өзіме мақсат қойып отырмын. Арнайы шығысқа келіп, шығыстың табиғатымен танысып, осының бәрін көріп шығу керек деп ойлаймын. Тағы бір ойыма салғаныңыз үшін рахмет. Міндетті түрде болашақта келем деген жоспарым бар. Иә, міндетті түрде келсеңіз, қиын керішке барыңыз. Мынау қазақтың Швейцариясы аталып кеткен міндетті түрде Катон-Қарағайға жол түссе барып қайтыңыз. Өйткені мынау өр мінезді Оралхан Бөкейдің туған ауылы, тағы да қаншама атақты жазушылар шыққан. Міндетті түрде көзбен көріп, жаңа өзіңіз айтқандай, жанмен, рухпен сезіну керек. Өйткені адам мен табиғат бір тұтас әлем ғой, бірге жаратылған. Қазір енді біз көбіміз мынау қалалы жерде тұрғаннан кейін сәл алшақтап бара жатырмыз, бірақ сол жерге барғанда шынында да адам түпкі қазығының қайда шыққанын, ішкі жан дүниесінің қайда жатқанын ұғынады. Мынау күнделікті қарбалас тіршіліктен бірден болып қайтуға тамаша мүмкіндік. Сондықтан міндетті түрде шығысқа тағы да ат басын бұратыныңызға сенімдіміз. Жандос Төлеубекұлы, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Және мынау сөзіңіздің соңында түйініңіз болсын, біздің университетке, біздің жастарға айтар тағы бір жылы лебізіңіз, тілегіңіз болса мархабат. Жақсы. Біріншіден сізге рахмет шақыруыңызға. Арнайы алғаш дебютымды осы Сәрсен Аманжолов университетінің подкаст студиясында бастағаныма өзім өте қуаныштымын. Екінші жағынан жастардың бірінші күнінен көріп жатырмын. Жастардың көзі жанып тұр. Негізі көз адам жанының айнасы деп бекер айтылмайды ғой. Көздерінен оты көрінген, жайнап тұрған энергиясы бар адамдарды көрдім. Және де өздерімен де кездескенде де тағы бір түйін ретінде, тілек ретінде жоғары айтқандарды айтқым келеді. Әрдайым өздер елінің патриоты болыңыздар, және де жетістіктерге жетіңіздер. Өйткені осы жетістіктер арқылы сіздер тек қана осы университет емес, осы қара шаңырақ емес, облыстың, тіпті қазақ елінің туын көтересіздер. Ары қарай да осындай жетістіктеріміз көп болсын, бір-бірімізді мақтамайық, бір-бірімізбен мақтанайық. Тамаша. Керемет, рахмет. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған Аманат партиясының орталық аппаратты ұйымдастыру және аумақтық жұмыс департаменті директорының орынбасары Қалтаев Жандос Төлеубекұлы. Ал біз сіздермен келесі сұхбатқа дейін аман сау қош болыңыздар дейміз.